Bir жаш жігіт қартайған әкесін ертіп мейрамханаға барды. Ол жерде кешкі ас ішті. Әкесінің өте кәрі, әлсіз болғандықтан ішкен жеген тамағы үстіне төгілді, жерге шашылды. Бұны көріп отырған қонақтар жиіркенішті көз қараспен қарап отырды. Бірақ жас жігіт еш көңіл бөлмеді. Тамақтарын ішіп болғаннан кейін қол жуатын бөлмеге барып, әкесінің үстін тазалап, шашын тарап, көз әйнегін түзетіп, шығып келе жатыр еді. Бұл жас жігіттің бұндай қылығына көпшілік қонақтар сүйсініп кетті, таңырқап қарады. Әкесі жан-жаққа бір қарап, балам, ештеңе ұмытып кеткен жоқпыз ба деді. Жоқ әке, менің ойымша бірдеңе тастап кеткен сияқтымыз деді. Жоқ әке, ештеңе тастамадық деді. Сонда әкесі, балам, осы жерде отырған әрбір ұлға ұмытылмайтындай сабақ қалдырдық деді. Осында отырған әрбір әке шешеге өшпейтіндей үміт қалдырдық деді. Бала күнімізде, әлсіз күнімізде бізді бағып қаққан әке шешелерімізді қартайғанда біз бағып қағайық, солардың қызметінде жүрейік.